Сәлеметсіңдер ме балалар? Сен еліміздің ата заңы, Конституциясы туралы білесің бе? Деп аталатын тәрбие сағатымызды бастаймыз. Бүгінгі тәрбие сағатында ата заң туралы білетін боласыңдар. Конституция 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық дауыс беру арқылы қабылданды. Бұл күн мемлекеттік мереке Конституция күні деп жарияланды. Бұл жаңа Конституция Қазақстанның 4-ші ата заңы. Оның құрылымы кіріспеден 9 бөлімнен 98 баптан көптеген тармақтар мен тармақшалардан тұрады. Конституция дегеніміз қоғамдық және мемлекеттік құрылыс негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, олардың түзілу реттілігі мен қызметін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын мемлекеттік заң. Ал енді Конституцияның кейбір баптарына тоқталайық. Бірінші бапта Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екендігі, оның ең қымбат қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары екендігі айтылған. Екінші бапта Қазақстан Республикасының президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет екендігі және мемлекетке сырттан қол сұғылмауы қамтамасыз етілгендігі туралы айтылған. 14-ші бап. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. 15-ші бап. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. 16-ші бап. Әркімнің өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар. 17-ші бап. Адамның қадір қасиетіне қол сұғылмайды. 21-ші бапта Қазақстан Республикасының аумағында еркін жүріп тұруға, тұрғылықты мекенді өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар делінген. 29-ші бапта Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар делінсе, 30-ші бапта азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін білім алуына кепілдік беріледі, орта білім алу міндетті делінген. 35-ші бап. Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы, әрі міндеті болып табылады. 37-ші бап. Қазақстан Республикасының азаматтары тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті. 36-ші бапта Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті екендігі айтылған. Балалар, бүгінгі тәрбие сағатынан Конституция күні 30 тамыз күні екенін білдіңдер. Сонымен бірге, бұл жаңа Конституция еліміздегі 4-ші Конституция екенін де білдіңдер. Биыл біздің Конституциямызға 25 жыл толып отыр. Қазақстан Республикасының Конституциясының ең жоғарғы заңдық күші бар. Сонымен Қазақстан Республикасының Конституциясы елдің басты саяси құқықтық құжаты болып есептелінеді. Заңға бағыну тәртіп, ал тәртіп бар жерде тәрбие, тиянақтылық сияқты адамға тән қасиеттер бар. Сол қасиеттер қоғам дамуына негіз болады. Егер сен өз отаныңды танып сүйетін болсаң, оның заңдарына бағынатын болсаң, бұл сенің азаматтық жауапкершілікті сезінгенің, өз еліңнің алдындағы борышты орындағаның. Балалар, сендерді Конституция күні мерекесімен құттықтаймын. Сау болыңдар.